Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода саңырауқұлақтың улы немесе улы емес екенін қалай тексеруге болатынын көрсететін боламын. Менде осындай қозықұйрық саңырауқұлағы және осы қозықұйрықтан керемет кешкі ас жасайтын боламыз. Ең алдымен қазақша контентті қолдай кетіп, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар және де менімен бірге соңына дейін болуларыңызды сұраймын. Ең алдымен қозықұйрықтарымызды таза суға жуып, қарайған және бұзылған жерлерін пышақтың көмегімен қырып алып тастайтын боламыз. Және барлық қозықұйрықтарыңызды дәл осылай жуып тазалап, арасындағы топырақтарының кеткенін мұқият қадағалаңыздар. Ол үшін қозықұйрықтарды 2-3 қайтара жуу керек болады. Саңырауқұлағыңыздың улы емес екеніне сенімді болып тұрсаңыз да, оны бір қайнатып жібергеніңіз жөн деп санаймын. Қайнатқан кезде оның арасындағы қалып кеткен топырақтары түсіп, және де зиянды микробтардан тазарады. Барлық қозықұйрықтарымызды жуып тазалап алдық, ал енді улы немесе улы емес екенін қалай тексеруге болатынын көрсететін боламын. Шұңғыл ыдысымызды алып, барлық қозықұйрықтарымызды орналастырып аламыз да, қозықұйрықтар бататындай етіп суымызды құйып, бір ашылған пиязымызды салып, отқа қоятын боламыз. Қазанымыздың қақпағын жауып, қайнаған соң отты сәл басып, баяу отта 40-45 минут қайнататын боламыз. Қозықұйрығымыз қайнап болған соң пияздың түсіне мән береміз. Егер пияздарыңыздың түсі өзгеріп қарайып кететін болса, онда қозықұйрық өкінішке орай улы деген сөз. Ал егер пиязыңыздың түрі өзгермей, дәл сол қалпы болып, видеодағыдай шығатын болса, онда қозықұйрықтарыңызды қорықпай жей берсеңіздер болады. Қозықұйрығымыз суығанша пиязымызды турап аламыз да, қазанымызды отқа қойып, майымызды құямыз да, пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қызарғанша сәбізімізді тураймыз. Сәбізімізді де жіңішке соломка етіп турап аламыз да, пиязымыз қызарғаннан кейін сәбізімізді салып, екеуін жақсылап қызартып қуырамыз. Келесі кезекте суыған қозықұйрығымызды алып, турап аламыз. Қозықұйрығымызды турап болған соң қазанға салып, оны да қып-қызыл етіп қызарғанша қуыратын боламыз. Қозықұйрығымыз қызарып қуырылғанша біз картошкамызды ашып турап аламыз. Картошканы өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген көлемде турасаңыздар болады. Мен осындай көлемде турадым. Ал енді қызарған қозықұйрығымыздың үстіне картошкамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Келесі кезекте тұзымызды салдым және де суымызды құйып, қайнаған соң астын басып, баяу отта 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мен қозықұйрықтың дәмі бұзылмас үшін ешқандай дәмдеуіш қолданған жоқпын, тек тұз салдым. Міне 25-30 минут өткеннен кейін біздің картошкамыз пісті. Осымен біздің қозықұйрықтан жасалған керемет тағамымыз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдік үшін бетіне укроп, зелень сеуіп ұсынсаңыздар да болады. Достар, менің видеом сіздерге пайдалы болған болса, онда міндетті түрде лайк басып, және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына каналымдағы басқа да рецепттердің ссылкасын қалдыратын боламын, міндетті түрде кіріп көріңіздер. Сау болыңыздар.